саламатсыздар ма? Мен Айтеке би аудандық ауруханасының бас дәрігердің орынбасары Төлегенова Гүлжанат Асқарқызы. Күндізгі стационарды емдеу кімге және қалай көрсетіледі? 2020 жылдан бастап стационарды алмастыратын көмек келесі адамдарға көрсетіледі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіндегі төлем арқылы сақтандырылған азаматтарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінде төлем арқылы динамикалық бақылауға жататын әлеуметтік маңызы бар және созылмалы аурулары бар пациенттерге көрсетіледі. Ол үшін не қажет? Науқасты емдеуге көрсеткіштердің болуы, зертханалық көрсеткіштер, диагностикалық тексерулер және бейінді мамандардың қорытындысы негізінде берілетін учаскелік дәрігерлердің жолдамасы қажет. Амбулаториялық емханалық ұйымдардың базасында күндізгі стационар қай кезде өткізіледі? Тәулік бойы бақылауды талап етпейтін созылмалы аурулардың өршу кезінде созылмалы аурулары бар пациенттерді белсенді жоспарлы сауықтыру қажет болған жағдайда, стационарлық емдеуден кейінгі терапиялық профильдік пациенттерді толық жазылғанша емін жалғастыру қажет болғанда оңалтудың 3-ші кезеңінен өту уақытында көрсетіледі. Тәулік бойы стационар базасында көрсетілетін күндізгі стационар қашан көрсетіледі? Операция дейінгі арнайы дайындықпен және реанимациялық қолдаумен операциялық алмасуды жүргізу кезінде амбулаториялық емдеу жағдайында қол жетімсіз арнайы алдын ала дайындықты талап ететін күрделі диагностикалық зерттеулер жүргізу кезінде емделуі қан препараттарын құюмен қан алмастырушы сұйықтарды вена арқылы құюмен күшті әсер ететін препараттарды инъекциямен дәрілік заттарды буын ішуіне енгізумен байланысты болған пациенттерді бақылау кезінде паллиативтік көмек көрсету кезінде химиотерапия, сәулелік терапия, онкологиялық науқастарға мамандандырылған ем жүргізгеннен кейін пайда болған патологиялық жағдайларды қалпына келтіру кезінде көрсетіледі. Қандай жағдайларда күндізгі стационар үйде көрсетіледі? Егер науқас амбулаториялға келе алмаған жағдайда паллиативті көмек көрсету кезінде тұрақты ферментативті және бактерияларға қарсы терапия алу үшін балалардың инфекциялық асқынулы жоғарғы қаупімен ұштасатын және маусымдық вирустық аурулар кезінде оқшаулауды талап ететін орфандық және сирек кездесетін аурулары болған кезде көрсетіледі.